Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен мойын иық аймағына ықпал жасау. Мойынның артындағы төмпешік бұл жай ғана май қыртыстары емес. Бұл жетінші мойын омыртқасындағы қозғалудың шектелуі, лимфаның тоқырауына және май төмпешігінің пайда болуына әкеліп соғады. Нәтижесінде оның қалыңдап қатаюына, фиброзға айналып тас тәрізді болады. Мойын мен иық аймағында осындай ауыр жағдай миға көптеген жағымсыз салдарлар әкеледі. Оның ішінде бас ауруы, бас айналу, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, ұмытшақтық, оттектің жетіспеуі, ұйқының нашарлауы және мазасыз ұйқы. Мойын мен иық аймағында тоқырау пайда болғаннан кейін бет терісі күңгірт, біркелкі емес, шаршаған түр, иммунитеті төмендеген, теріде пигментті дақтар және аллергиялық реакциялар байқалады. Мойын мен иық аймағында тоқырау пайда болғанда омырау бөлігі салбырап, білектерде майдың пайда болуы, қолдардағы қан ағымының бұзылуы болады. Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен мойын иық аймағына ықпал жасаудың әсері. Бас ауруын жеңілдетеді, бас айналуды жояды, миға оттегі мен қан беруді жақсартады, жүйке шиеленісуін басады, ұйқының сапасын қалыпқа келтіреді, келбетті жақсартады. Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен мойын иық аймағына ықпал үшін қолданылатын өнімдер. Эроботаника маркасының Джицуй тыныштандыратын массаж майын бет терісінен басқа дененің кез келген бөлігінде қолдануға болады. Май тыныштандыратын және қыздыратын әсерге ие. Зімбір эфир майлары мен ваниль бутил эфирі жұмсақ қыздыратын әсерге ие. Ревматизмге қарсы әсері бар және суық тиюден емделуде көмектеседі. Бадам майын ұзақ уақыт қолдану терінің созылуынан және созылған жолақтардан құтылуға көмектеседі. Массаж майын бас терісін уқалау үшін қолдануға болады. Ол шаш пен бас терісін тиімді нәрлейді. Эроботаника маркасының Цзинин Сянзе терінің серпімділігі мен тығыздығын арттыруға арналған кремінің негізгі әсері құрамында майды кетіретін зімбір және қызыл бұрыш сығындысы кіреді. Ультрафанофорез аппаратын қолдана отырып, оны тері асты шел майына жіберіп, метаболизмді жеделдетуге болады. Зімбір тамақта да қолданылады. Зімбір тамыры қытайлық дәстүрлі медицинасындағы дәрі, қыздыруға және ревматизмге қарсы әсері бар. Крем құрамында теріні нәрлейтін көптеген табиғи өсімдік сығындылары бар. Кремнің көмегімен сіз дененің майы мен тиімді күресуге, ревматикалық ауырсынуды, бұлшықеттер мен буындарды жеңілдетуге, қан ағымын қалпына келтіруге және тоқырауды жоюға, терінің серпімділігін арттыруға, оны жылтыр, тегіс және серпінді етуге болады. Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен мойын иық аймағында манипуляциялар жүргізу әдісі. Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен меридиандардың өткізгіш қабілетін қалпына келтіру. Эроботаника маркасының Джицуй тыныштандыратын массаж майын жағыңыз. Ультрафанофорез аппаратымен 2-3 минут жүргізіңіз. Эроботаника маркасының Цзинин Сянзе терінің серпімділігі мен тығыздығын арттыруға арналған кремін біраз мөлшерін жағып, меридиандардың өткізгіш қабілетін қалпына келтіру үшін массаж қозғалыстарын бастаңыз. Бірінші, Фэнфу нүктесінен мойынның артындағы төмпешіктен төмен қарай да Чжуй нүктесі арқылы 8-10 қимыл жасаңыз. Екінші, Фэнчи нүктесінен төмен қарай 8-10 қимыл жасаңыз. Үшінші, лимфа ағысымен мойыннан иыққа дейін жоғарыдан төменге қарай 8-10 массаж қозғалысын жасаңыз. Төртінші, жауырындағы шиеленісті жеңілдету үшін жоғарыдан төменге қарай 8-10 массаж қозғалысын жасаңыз. Чаншинже ультрафанофорез құрылғысымен нүктелі әсер ету. Массаж саптамаларын төмен қарай жылжытыңыз. Нүктелік әсер етуді бастаңыз. Массаж саптамасын теріге тигізгенде кремнің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Әр нүктеде терімен байланыс уақыты 10-20 секундқа созылуы керек. Осы уақытта клиентпен сөйлесіңіз. Біраз шаншыған сезімі пайда болуы меридиандардың өткізгіш қабілетінің қалпына келгендігінің белгісі. Егер қызу сезімі болса, бұл тоқырауды жоюдың белгісі. Бірнеше процедуралардан кейін айтарлықтай жақсаруы мүмкін. Егер ешқандай сезім пайда болмаса, онда аймақтағы тоқырау өте қиын жағдайда екендігін білдіреді. Соңында крем жағылған барлық жерлерді тазалаңыз. Процедурадан кейін 6 сағат бойы жуынуға болмайды.
процедураларды жүргізуге тыйым салынған адамдар тобы, коронарлық артериясының шунтын жүргізгендерге, стенттері бар немесе кардиостимуляторы бар, силикон импланттары бар және кардиологиялық ауруға шалдыққан адамдарға жасауға болмайды. Қатерлі ісіктер болған кезде де процедураны қабылдауға болмайды.